Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен песочный самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоның маңызды жерлерін жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін қарап шығыңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға ұнымызды салып аламыз. Майымыз тоңазытқыштан шыққан болу керек. Бөлме температурасындағы сармай болмайды. Осылай теркадан өткізіп аламыз сармайымызды. Теркадан өткізіп, дәл осы видеодағыдай крошка жасап аламыз. Үстіне тұзымызды салып араластырып аламыз. Оның үстінен 25% тікеннің қаймағын салып араластырамыз. Одан кейін 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап қамыр ететін боламыз. Қамырымыз дайын, осындай жұмсақ қамыр болып шығады. Енді осы дайын болған қамырымызды салафан мешокқа салып, бөлме температурасында 30 минутқа қойып қоятын боламыз. Келесі тартылған етімізге, яғни фаршымызға бір пиязымызды ұсақтап турап салатын боламыз. Дәміне қарай тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Қамырымыз бөлме температурасында 30 минутта тұрды. Қамырларымызды 60 граммнан бөліп алатын боламыз. Граммнан бөліп алған қамырларымызды ұн сүйіп отырып, осылай дөңгелектеп жайып аламыз. Етімізді салып аламыз, одан кейін дәл осы видеодағыдай етіп формасын келтіріп жасап аламыз. Табамызға пергамент қағазын төсеп, самсаларымызды саламыз. Бетіне жұмыртқамызды жағып, қызып тұрған отта 25-30 минут пісіріп аламыз. Песочный самсамыз дайын, өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және менің парақшама тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.